Қайырлы күн, қадірменді көрермен Амаркетс YouTube арнасына қош келдіңіздер. Менің есімім Алишер Утамбаев және бүгінгі видео барысында біз сіздермен есеп шот түрлерін талқылайтын боламыз. Және біздің сайтымызда есеп шоттардың түрлерінің қандай айырмашылығы бар екенін сіздерге көрсететін боламын. Ол есеп шоттарды көру үшін біріншіден әрине де сайтқа кіру қажет, және әрмен қарай біз көріп отқандай мінекей жеке кабинет, егер жеке кабинеттің жалпы функциялары туралы видеоны жіберіп алған болсаңыздар, міндетті түрде біздің арнамызда ол видеолар таба аласыздар. Біз көріп отқандай мінекей сіздердің бүкіл ашылған есеп шоттарыңыз осында көрсетілген, және дәл осы жерде мінекей есеп шоттардың түрлерін көреміз дейтін болсаңыздар, мінекей бүкіл есеп шоттар деген жерде плюс батырмасын басып, сіздер автоматты түрде жаңа есеп шотты ашу жалпы парақшасына өтетін боласыздар. Жалпы есебімен айтқанда, Markets брокерлік компаниясы сіздерге үш түрлі есеп шотты таңдауға мүмкіндік береді. Олар біз көріп отқандай ECN, Zero және стандарт деп аталатын есеп шоттар. Бұлардың енді жалпы есебімен көрсеткіштері туралы айтатын болсақ, жалпы есебімен мінекей ең жалпы бастапқы деңгейдегі трейдерлерге дұрыс келетін есеп шот түрі ол әрине де стандарт екенін ұмытпау қажет. Көбінесе енді комиссиясыз бастап келе жатқан трейдерлерге өте қолайлы есеп шот түрлері, бірақ бұл есеп шот түрінде бізде спред негізі бөлінуі мүмкін екенін айта кету керек. 1,3 деген көрсеткіштен басталады спред, яғни енді өздеріңіз білесіздер, қандай таңдайтыныңызды. Минималды депозит біз көріп отқандай Америка құрама штаттары долларларында санайтын болсақ $100 құрайды. Спред жаңа айтып өткендей 1,3-тен басталады, және әрмен қарай стоп and лимит деңгейіне ешқандай шектеуліктер қойылмайды. Бұның барлығы ECN және Zero есеп шоттарында да бар екенін айта кету қажет. Онымен қатар Market Execution жүйесі бар екенін көріп отырмыз. Сонымен қатар өте бір керемет нәрсе ол әрине де бонустар. Бонустар дәл осы стандарт есеп шоты ашылған сәтте сіздерде қосылуы мүмкін. Leverage туралы айта кететін болсақ, бүкіл жалпы есеп шот түрлерінде бізде leverage 1-ден 1000-ға дейін басталады. 1-ден 3 мыңға дейін көтеремін дейтін болсаңыздар, жалпы есебімен 10 сделка жабу қажет болады. Сондықтан бастапқы есеп шотты ашқан сәтте leverage бізде 1-ге 1000-ды құрайтынын айта кету қажет. Екінші есеп шот түрі ол әрине де ECN деп аталатын есеп шот түрі. Мұның басты айырмашылығы біріншіден минималды депозиттің нақты көрсеткішінде, яғни бұл жерде ол минималды депозит $200 құрайды, және бұл енді тәжірибесі көбірек трейдерлерге арналған есеп шот түрі деп айтуға да келеді. Яғни алгоритмикалық трейдингке және скальпингке арналған есеп шот түрі деп айтуға болады. Бұл жерде де жалпы есебімен біз көріп отқандай стоп and лимит деңгейіне ешқандай шектеуліктер жоқ. Market Execution функциясы қосылған, және бұл жерде өте бір қысқа спред 0-ден басталатынын көріп отырмыз. 0 пункттан басталатын спред, және әрмен қарай Zero есеп шот түрі туралы да әңгіме қозғау қажет. Zero'да айтатын болсақ, бұл жерде спредтер одан да төмен болуы мүмкін. Онымен қатар бұл жерде хеджинг немесе найтингті таңдай ала алмайсыздар. $200 бастапқы депозит, жалпы есебімен спред 0 пункттен басталатынын көріп отырмыз, және стоп and лимит шектеуліктері жоқ. Онымен қатар Market Execution функциясы да бұл жерде қосылған екенін айта кететін дұрыс екенін айту қажет дәл қазір. Және көбінесе енді ең төмен комиссиямен жалпы трейдингпен айналысамын дейтін адамдар үшін, яғни тәжірибелі трейдерлер болса, осы Zero деп аталатын есеп шот түрі өте бір қолайлы түрлерінің бірі екенін айта кету қажет. Осымен енді әзірге бізде бар есеп шоттардың түрлерінің айырмашылықтары мен
аяқтай беруге болады. Және келесі осындай бейне сабақ барысында біз сіздермен бірге жалпы ислам есепшоты туралы әңгіме қозғайтын боламыз, достар. Және назарларыңыз үшін біріншіден үлкен үлкен рахмет айтқым келеді. Міндетті түрде Форекс нарығындағы жаңалықтарды жіберіп алмаймын дейтін болсаңыздар, біздің Телеграм және Инстаграм парақшаларымызға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Онымен қатар міндетті түрде YouTube арнамызға жазылып хабарламаларды қосып алуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.